Сонымен қымбатты достар, біздермен қалай жалғастырамыз бұл таңғы студия бағдарламасы. Ал енді бізге жұлдызды қонақтарымыз келіп отыр. Сондықтан да таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақ эстрадасында қазіргі таңда өзіндік орны бар, ерекше дарынды дара әншілеріміз, қарқынды өсіп келе жатқан әншілеріміз Алатау Серлер тобы. Жігіттер, қош келдіңіздер. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді мен расымен де сіздердің арасында бір гүл сияқты өзім ғана жалғыз ортада жалғыз керемет сезініп отырмын. Бүгінгі біздің бағдарламаның тақырыбы өте қызық. Сіздердің енді жалпы әлемдеріңізге өте жақын. Қазақтың тойы, қазынасы той жайында болып жатыр. Негізгі сауалымыз, қазақтың тойына реформа қажет пе? Осындай бірден қояйыншы осы сұрақтың жауабын бүгін өзім дұрыс естімеген сияқтымын. Мүмкін сіздерден білерміз. Бұл жігіттер тойда көп жүреді. Сіздер енді сол тойды. Қайырлы таң. Әр нәрсеге қазақ айтады ғой, 50 жылда ел жаңа дейді. Жалпы кез келген қолданыста болған тұрмыстық салт дәстүрдің осы болсын, кей кезде қолданысқа ие болмаса, сырып шыға беретін жайы бар. Күнделікті мысалы үшін құдалығы бар, мысалы үшін құйрық бауырын асату бар, солар қолданыста ғана қалып отыр да, әтпесе көп деген салт дәстүрлер жаңғыртуға болады. Мысалға тоқымға қар дегені бар, баланың мысалға алғашқы атқа мініп ел аралайтын кезі. Қандай әдемі көрініс болар еді. Мысалға неге кезіндегі құдалық қыз дауылға келіп, жігіттің көңілін қызда болғанда қамшыны босаға қалып кеткен. Болмаса бір балағы сыртта шығып, сондай ұрлық, қарлықпен келіп, сондай жеңгетайлықтарға, жеңгелеріне жеңгетайлық жасатып кәдімгідей, сондай дүниелер жасатып, сондай салт дәстүрлер бар. Мысалы, оның бәрі қазір бізде сырылып қалды. Өйткені заманауи тұрғыда келе жатқаннан кейін, сол заманның толқынына ілескені келе жатыр. Дей тұрғанмен бойда қазақылық болғаннан кейін оны да әсте жоғалтуға болмайды. Негізі керек сияқты. Реформаға осындай бір қазақи дүниелерді қосу керек сияқты. Сіздер секілді ескі әндерді жаңғыртып, жаңаша өңдеуменен. Бізде енді жігіттермен бас қосқанымызда осы бір және сіздердің сұрақтарыңызға бір тұздық болсын деп, сол себептен құрылып бүгінгі заманның қарқынына сай, заманның түркі болса тазы болшап деп, өсіп келіп отырған жайымыз бар. Әнімізде де, сәнімізде де бүгінгі заманауи тұрғыда өз заманымызға лайықты өнер көрсетіп, өз заманымыздың тыңдармандарының санасына өткен ғасырдың әуендерінің санасына сіңіру бізге. Тамаша бойында. Бізді тамашалап отқан барша қазақстандықтар қазір мұқият экранның алдында жиналып отыр. Өйткені бағдарламаның аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. Олар викторинаның сұрақтарына жауап беріп, осы шақырту билеттерін ұтып алсақ деген үмітте, бірақ сіздерден көмек күтеді. Біздің сұрақтарға, біздің көрермендерге көмектеріңізді бере отырыңыздар. Сұрақтар өте оңай, тойға қатысты. Сондықтан менің ойымша қазір хабарласқан көрерменнің бағы жанып тұрған сияқты осы. Мүмкін. Қайырлы таң. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз? Қатты шығарсаңыз. Алло, Маржан. Маржан. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алматыдан. Маржан, викторинаның сұрақтарына жауап беруге дайынсыз ба? Жақсы, олай болса бастайық. Қазақ салтындағы қалыңдықтың сәукелесін сипаттап беріңізші. Сәукелес. Ұзын, үшпіріш келген, жоғарысында не бар, үкі тағылған, тастармен әшекейленген, төмен жағында не болуы мүмкін, теріден. Жігіттердің көңіл күйі түсіп кетті, Маржан. Жігіттер, көмектесеміз бе? Көмектесерсіздер. Қуаныш көмектес. Әрдайым қарап дейсіз ғой. Маржан, өкінішке орай жауабыңызды қабылдай алмаймын, өйткені дұрыс емес. Олай енді кез келген адам айта алады, 4 бұрышты, 3 бұрышты деп, оны енді дұрыс емес. Негізі оны атауы бар, кәдімгідей. Сондықтан құрылымы жағынан мұқият болуға тырысыңыздар. Сіздермен сұхбатымызды ары қарай жалғастыра берейік. Маған сіздің қолыңыздағы аспаптың жалпы атауы сол жайында айтып бересіз бе? Мен білмейді екем. Мына жерде тұрған. Бұл аспаптың атауы Асатаяқ. Асатаяқ. Ежелден келе жатқан аспап, кезіндегі бақсылардың қолындағы
Микрофон бере салсыздар ма? Бұны мен қайғысын жырлаған, алдын болжап көріп айтатын бере салыңыз. бақсылардың аспабы. Осы аспапты енді қазір көп қолданбайды ғой, қолданысқа жоқ. Мен алғаш көруім Алғаш болды. көруім. Сондықтан да осы қазір осындай аспаптарды қазір көрсетейік, халық білсін, көрсін деген ниетпенен қолдан тастамай ежелгі ата бабамыздан қалған осындай аспаптарды қазір жарыққа шығарып жүрміз. Шынымен де жаңа бағдарлама басында айтып жатырмыз ғой, бұл жігіттер сол ескі көне аспаптарды, ескі әндерді жаңғыртып жүрген керемет топтардың бірі. Енді жігіттер осы топтың құруына кім себепкер болды жалпы? Қалай құрылдыңыздар? Алтауымыз алшақ. Жетекшіміз, Жасұлан. Бұл енді негізі балалардың өзінің санасында, ойында жүрген бір арман болады ғой. Әркімнің. Өзім мынандай болсам екен деп. Бәріміз әр саладан құйылады. Біз өзіміз Алатау дәстүрлі өнер театрында қызмет жасаймыз. Актер болып. Жеке әншіміз өзіміз. Мысалы үшін Мүйізі Қарағайдай ұстаздарымыз бар, сөздердің шәкірттері, әрқайсысы әр мектептің өкілдері, әр мектептің ән, жыр термелердің бүгінгі таңда шамшырағын ұстап отырған үлкен білдей бір әншілері Арқа, Жетісу, Алтай Тарбағатай, Сыр елі, Жыр елінен, Дәнеш мектебін жалғастырушы, Жетісу, Еркін Әр өңірдің әншілері. Сол себептен бізде өзімізде басында өстіп бірге қосылып ән айтып осылай жүрдік басында. Сосын бір жиын той концертке бізге енді әңгіменің ашығын айтып едім, бізге Назгүл Қарабалина бізге бір жырды бәрін қосылып айта аласыңдар ма деп сөйледі. Жоқ, біз жыр айтылмайды бұнда. Қосылып айтатын не бар деп сөйледі. Дайындалып жүргенбіз өзіміз. Бізде осындай нәрсе бар деп жетеуіміз шықтық. Негіз біз жетеу болғанбыз басында. Жеті сайыз орында бергенбіз дейсің. Оқытып, мынау жақсы екен деп. Содан бұны арғай дамытыңдар деп сөйледі. Ол кездегі Молдабайдың әні еді. Соны дамытып кейін белгісіз бір себептермен біз ол жаққа шықпай қалды да, өзіміздің театр сахнасында тұңғыш рет сол жерде тұсауымыз кесілді. Керемет. Керемет хабарлар. Содан бері халықтың арқасында әйтеуір. Ықыласына қуанды, қошеметіне бөленіп келе жатырсыздар ғой. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, сіздерге айтар тілегі бар екен. Тыңдайықшы. Алло. Алло, сәлеметсіз бе, Тания? Есіміңіз? Марат. Марат мырза, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Атыраудан. Астана, Нұр-Сұлтан. Атырау. Атырау. Жақсы. Айтар тілегіңіз бар ма? Біріншіден қайырлы таң деймін сіздерге. Қайырлы таң. Постоянно звондаймын, ал мен әлде сізді көрмегелі көп бұрын Қазақстанда болдыңыз, ауысып кетіпсіз ғой. Кешіріңіз, Марат мырза дедім, сіз маған айтып жатырсыз. Әния қазір Алматы арнасында мен бірге таңғы қымбатты достар. Айтар тілегіңіз бар ма? Байланыс үзілсек әткен. Енді ондай Сізге хабарласып. ондай жағдай болып тұрады, расымен. Керемет. Жақсы, бүгін сіздер бізге қандай қонақ кәде сыйлайсыздар? Біз енді бағанадан бері айтып отырмыз көп нәрсе, көне нәрсе. Көп естілмеген, көп білмейтін. Біз негізі топта тағы біраз аспаптар бар еді, ол сыймай қалды десең. Бізде Сақсырнай, Шаңқобыз бар еді. Сосын кезінде Абайдан қалған 3 жүкті домбыра бар еді. Тағы бір бағдарламаға келгеніңізде өзіңіз таңғалдыруға тырысамыз. Нұрғиса Тілендиев атамыздың көп естілмеген Қарындас деген әні бар. Құрметті көрермен, сіз біз болып қазір жарнамадан кейін осы туындыны еститін боламыз. Енді менің ойымша сіздердің тойлардан, концерттерден, репетициялардан қолдарыңыз босамайды. Уақыттарыңыз теледидар көруге жоқ, инстаграмды парақша отыруға уақыт жоқ. Сондықтан біздің журналистермен бірге жұлдызды жаңалықтарды бір тыңдап көріп алса қалай қарайсыздар? Қарсы емессіздер? Қуана. Мадина, кезек өзіңде. Енді бізде жұлдызды қонақтарымыз келіп отырғаннан кейін, жалпы енді сіздердің алдағы жоспарларыңыз туралы сұрайық. Ән, клип жайында өздеріңізден сұрайық. Қандай алдағы жоспарларыңыз? Клиптарыңыз бар ма, жоқ па? Қашан түсіресіздер? Қандай бағытта? Кім сөйлейді, кім айтады? Енді әр нәрсе
илгери басу үчүн ол бир мүддөгө жетүү үчүн максат коюу керек, оған жоспор болуу керек. Міндетті Сол түрде. себептен биздин алдымызда енді алгачкы баштаган кезде әндерди реттеп репертуар толуктуруп өт. Қазір енді Қанша ән бар қазір репертуарда? бізде 10-нан астам ән бар. Негізі біз жігіттерге айтамыз, біз ешқандай хит болатын ән іздемейміз. Дұрыс. Біз халықтың әнін, Мұқағали атамызша өзінің қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деген сияқты халықтың әнін әрлеп, Жүректе қалған бұрынғы әндерді жаңа. естілмеген әндер соны қайтарып береміз, айтып береміз, ән салып береміз. Және де біз енді болашақта клип, бейнебаян дейміз ғой. Бүгінгі таңда бейнебаян болмаса, ол да қиынырақ болып отыр. Алға алып, өзімізді өнерімізге деген бауырларымыз қолпаштап, өнерге жампоз болып, кәдімгідей бізге осы өнерімізге қызып, қол ұшын беріп атқан азаматтар бар, өзіміз түсіп көмектесеміз деген Молдабайдың әнінде бастап жатырмыз, Алла қаласа. Алла бұйырса. Сіздермен де сүйіншіліп бөлісуге келеміз алдағы уақытта. Бұйыртса, міндетті түрде ең бірінші бізге келіңіздер. Тұсауын дәл осы жерде кесетін боламыз. Расымен де жігіттермен жаңа әңгімелесіп отырып, жарнама барысында сұрап біліп алдым, күніне 6 тойға дейін үлгеріп, өнерлерін көрсетуге тырысқан екен, тіпті көбісінен бас тартып жатыр. Сондықтан құрметті көрермен, мінекей, өздеріңіздің тойларыңыздың өте әдемі, сәнді өтуі, әсіресе мағыналы өтуіне қазақи зерек болсаңыздар, осында мінекей Алатау серілерін шақырса. Негізінен, ал жалпы менің сіздерге айтар тілегім, сіздер расымен де біздің елден өзге шетелдің сахнасын жаулап алатын осындай мінекей кереметтей азаматтарсыздар, өнер адамдарсыздар. Тек осы той болмаса, Қазақстан Қазақстан төңірегінде емес, әрине. Алла бұйырса қазақ өнерін әлемге танытып, қазақтың осындай аспаптары бар екен, қазақтың осындай дарбоз әншілер бар екен білдірту. Негізгі мақсат болашақта енді өзіміздің іште болсын, үлкен-үлкен конкурстар іздеп жүріп осы жетекшіміз бастаған. Бір конкурстан қалып қалдық, шыны керек, Турцияға сапарлар бар. Кезіндегі Әмір атамыздан қалған үрдіс қой енді, Париждің сахнасында. Рахмет жігіттер, жарнамадан кейін сіздердің тамаша әндеріңізді тыңдайтын боламыз. Дәл қазір бізде жарнама. Sendey olsun avruda, sendey olsun bağırlar.
Алдымнан айдай болып шықсаң дағы мен үшін қол жетпейтін сағынбайсың. Сендей болсын ауылдас, сендей болсын бауырлас, сендей болсын қарындас, атыңда да мақтанайын, айналайын әпкәрайын. Қарындас! Браво! Қандай керемет. Қымбатты достар, мінекей қазақ эстрадасында дараланып жүрген Алатау серілер тобы, қошеметтеріңіз. Қандай керемет, құрметті көрермен, Алматы телеарнасында тікелей студияда, таңғы студия болды. Эльдар Отарбаев және мен Ания Байрас. Сондай-ақ Алатау серілер, мінекей тойдың боларынан боладысы қызық дейді. Тойларыңыз тойға оласа берсін. Қымбатты достар, біздің ертеңгі тақырыбымыз экология тақырыбы болады. Сондықтан да біздің арнамыз әрқашанда қосулы болсын. Ертең таңғы сағат 8-ден 10-ға дейін Алматы арнасына тікелей эфирге тағы да бір мәрте біз сіздермен қайырлы таң деп шығатын боламыз эфирге. Сондықтан да баршаларыңызға амандық, саулық, келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз, аман болыңыздар.